Сәлем, құпия тағдыр арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қайын атасымен көңілдес болған келіншек. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқитынмын. Жер кең болғандықтан ба, ауылдағы үйлер бір-бірінен шалғай жататын. Солтүстік жағымыздағы көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықтықта болатын. Бір-бірімен аралас-құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге екенін қайдам, әйтеуір сол үйде ұрыс-жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі Шабандоз Ермұрат жауырынды, бойшаң келген көрікті кісі еді. Ал әйелі Тұрсынай апа бойы кішкентай және өзі өңсіздеу болатын. Өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып тастаса да, көшеге шығып қашпайтын, төркініне де кетіп қалмайтын. Бет-аузының көгергені қайтқанша үйден шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шыққан бір қызы, ер жеткен бір ұлы болды. Қызы әкесіне тартқан сұңғақ, аққұбаша келген әдемі, ал ұлы анасына тартқан болу керек, аласа бойлы, өңсіздеу әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен, ет жақын туысы да жоқ. Қалың мал төлеп алуға шамасы болмаған соң, бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апаның қанша таяқ жесе де, төркініне кетіп қалмайтынын көпшілік сомен түсіндіреді. Үлкендер Ермұраттың ішіп алып, әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп шолпшалайтын. Бүгінгі күнні ойлап қарасам, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. Біз 5-ші сыныпты бітірген жазда Ермұрат ұлы Пашанды үйлендірді. Ер жұрттың айтуы қарағанда бұрыннан 5 құда болған. Қыздың әкесі де Шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бойжеткен шақта өкпе ауруынан қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кеткен. Әйелі де күйеуінің аманатына қияншылық жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашаның келіншегі Бәтима қос бұрымы белден түскен сұлу еді. Бойы да Пашаннан ұзын болатын. Елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмаушылар бойында бір кемшілігі бар шығар, әйтпесе мынаған қалай тиіп жүр десті. Енді бірі есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп те өсектеп жүрді. Бірақ Бәтиманың кемшілігі де көтеріліп ауырғанын да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып, үйден шықпай жатып қалды. Базы біреулер Ермұрат ұрып, майып қылып тастапты десті. Не болғаны белгісіз, Тұрсынай апа қыста қайтыс болды. Ермұрат көкпар шауып напақа табатын. Сол кездері әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан еш құр-қол қайтпайтын. Кейде киіз, кейде кілем, кейде мал олжалап қайтатын. Ал Пашан үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далада жүреді. Ондай кездері үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінімен көңілдес екен деген сөз шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбейді. Сол сөз Пашанның да құлағына жеткен болу керек. Анасының жылы болмай жатып, ол асылып өледі. Пашан өлгенде Бәтиманың бойында ештеңе болмаған. Сондықтан ауыл адамдары Пашаның жетісі өткен соң Бәтима төркініне бір жолата кететін шығар деп күтті. Алайда Пашанның 40-ы өткен соң да Бәтима кетпеді. Гу-гу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жылы өтуін күтіп жүрген шығар деп Бәтимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үйдің төңірегінде өрбейтін. Арадан 7-8 ай өткенде Бәтима үйден шықпайтын болды. Бұрында көп бара бермейтін ауыл адамдары Пашан өліп өсек аяң көбейген соң ол үйге бас сұғудан қалған. Бір демалыста Ермұрат көкпарға кеткен болар, Бәтиманың жағдайын білейін деп барған көршінің әйелі тал түсте қайын ата мен келіннің төсектес болып жатқанының үстінен түседі. Сол күні-ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады. Ол әйелдің өсек аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмейді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арадан 2 ай өткенде Пашанның жылы берді. Құдай асқа барған ауыл адамдары Бәтиманың аяғы ауыр екенін өз көздерімен көрді. Бір қызығы бұдан кейін Бәтима жерден алып жерге салып келген ауылдастары енді оған аянышпен қарады. Бәр кінәні Ермұраттан көрді.
Ақсақалдар жиналып Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Бәтиманың ай-күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрайды. Көп ұзамай Бәтима ұл тапты. Қанша кінәласа да ауыл әйелдері барып, Бәтимаға аяқ-қолын бауырына алуға көмектесті. Ауыл ақсақалдары да баланың буыны қатқанша күш деп мазаламайық десті. Бір күні Ермұрат ауыл ақсақалдарын үйіне шақырып кешірім сұрайды. Батасын беріп, молдаға Бәтима екеуінің некесін қиюға рұқсат беруді сұрайды. Бұндай өтінішті күтпеген ақсақалдар алғашында абдырап қалады. Біреуі олай дейді, біреуі бұлай дейді. Әйтеуір ең соңында Ермұрат пен Бәтимаға бата беріп, некесін қию керек деп шешті. Содан кейін арадан 3 жыл өткенде Ермұрат пен Бәтима екі баласын басқа жаққа көшіп кетті. Бәлкім өздерінің бастан өткенген есейгенде балаларымыз білмесін деген шығар. Бала кезінде ауылда болған осы бір оқиға ойымнан кетпейді. Ауыл десек те, ұлтымызға жат болған бұл жайт кейін шу болмастан ұмытылды. Осы оқиғаны жазып отырғанда бойымда кінәлаудан гөрі кемшіліктің басым болғанын байқаймын.